Көпір қоныстың ішкі құрылысы мына кесіндіде келесі схемада талдайтын боламыз. Енді көпірдің мынау вентралды бөлігі, мынау дорзалды беті, мынау бүйір бөлімі. Яғни бүйір бөлімі ортаңғы мыйшық аяқшасын құрайтын еді. Енді осы кесіндіде жалпы бұның да ішкі құрылысы сұр зат пен ақ заттан тұрады. Субстанция грезия, субстанция альба. Бұның сұр затының өзі меншікті ядролардан және бас сүйек нервтерінің ядроларынан тұрады, ал ақ заты басқа бөлімдер сияқты ассоциативті, комиссуралық, проекциялық болады. Енді сіздерге түсінікті болу үшін біз жалпы бөлімдеріне сәйкес ішкі құрылысын талдайық, соның ішінен оның сұр заты мен ақ затын бөліп аламыз. Енді жалпы көпірдің кесіндісінде біздер көреміз оның вентралды бөлігін және дорзалды бөлігі. Вентралды бөлігі парс базилярис деп айтылады. Артқы бөлігі оның парс дорзалис немесе тегментум понтини. Осы екі бөлімді бөліп тұратын, оның ортасында корпус трапезоидиум бөліп тұрады. Трапеция тәрізді дене ортасынан бөліп тұрады. Бұл корпус трапезоидиум жалпы есту анализаторының өткізгіш жолдың талшықтары болып табылады. Олар екі бүйірге қарай созылады да, мынау ортаңғы мыйшық аяқшасының да құрамына еніп кетеді. Осы корпус трапезоидиумның талшықтарының арасында артында және алдында шоғырланған ядролар болады. Бұл да меншікті ядроларына жатады. Яғни нуклеус корпус трапезоидиум posterior et anterior алдында және артында оның ядролары шоғырланған. Осы базилярлы бөлігінде оның алдында бұл көпірдің меншікті ядролары нуклеус понтинилар орналасқан. Бұның да талшықтары негізінен осы ядролардың талшықтары ортаңғы мыйшық аяқшасының құрамына өріледі. Нуклеус понтини біз айттық. Осы корпус трапезоидиумның артында формация ретикулярис орналасқан. Біз оны сопақша мидада салғанбыз. Осы формация ретикулярисінің ішінде нуклеус формация ретикулярис торлы құрылымның ядролары болады. Бұл айтылған ядролар жалпы көпірдің меншікті ядроларына жатады. Енді бас сүйек нервтерінің ядролары көпірдің ішінде 5-ші жұптан 8-ші жұпқа дейінгі бас сүйек нервтерінің ядролары проекцияланады. Бұл жерде 8-ші жұптың тек қана 2 ядросы, қалған 4 ядросы алдыңғы видеоларда айтқанбыз. Сопақша мидың ішінде түседі, проекцияланады. Енді бұл жерде 5-ші жұп нерв стригеміз. Бұны ром шұңқырындағы ядролардың проекцияларында тағы да айтатын боламыз. Бұның негізгі 3 сезімтал бір қозғалтқыш ядросы бар. Сондықтан осы көпірде проекцияланады, тек бір сезімтал ядросы ортаңғы мида орналасқан. Сондықтан бұл жерде салатын болсақ, мінекей 5-ші жұптың қозғалтқыш ядросы бар, 6-ші жұптың қозғалтқыш ядросы, міне 7-ші жұптың. Бұл жерде 6-ші жұп бір ғана қозғалтқыш абдуценс, қозғалтқыш нервке жатады, ал 7-ші жұп нерв фациас ол аралас. Бір қозғалтқыш, бір сезімтал, бір вегетативті ядросы бар, бір вегетативті ядросы міне жерде проекцияланады. Ал 8-ші жұптың 2 ядросы бар. Бұл енді төменгі жағында сәл парс кахиляристе орналасқан, сондықтан білуіміз керек. Ал 7-ші жұптың бұл талшығы міне 6-ші жұпты айналып, бұл сопақша мидан шығады. Бұны білу керек. Бұл сұр затының құрылысы. Енді ақ заты тоже айттық, ассоциативті, комиссуралық, проекциялық. Бұл жерде корпус трапезоидиумның талшықтарын айттық. Бұдан басқа проекциялық талшықтарға жататын көпірдің өзінде болатын проекциялық жол. Оның алдында пирамидалық жолға жатады. Алдында да айтқанбыз сопақша мида. Бұл кортикопонтини. Бұл алдында болады. Оның талшықтары да ортаңғы мыйшық аяқшасының құрамында кіреді, тоже меншікті көпірдің меншікті ядроларымен байланыс жасайды. Тағы келесі ол жол педункули серебеллярис медиа, екі жаққа қарай талшықтар тартылады да, ол да проекциялық жол, яғни мыйшыққа қарай тартылады. Бұдан басқа, бұның артқы бөлігінде болатын fasciculus longitudinalis posterior, мінекей, артында болады. Бұл да проекциялық ақ затының құрамына жатады. Fasciculus longitudinalis posterior. Бұдан басқа, бұның ішінде де сопақша мида кездесетін медиалды ілмек бар, limбискус медиалис бар, оны айттық. Және оның бүйір жағында сопақша мида limбискус латералис орналасуы, бұдан сәл латералды орналасатын limбискус латералис болады. Бұның бәрі айтылған
көпірдің ішіндегі құрылысында талданады.